Ассалаумағалейкум ағайын, Сарыарқа телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жанбота Рахметуллаұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Қарағандыда қауіпсіз аула акциясы басталды. Осы жылдың 7 айында шаһарда 2000-нан астам құқық бұзушылық фактісі анықталды. Жезқазғанда жарқын жобалар жүйелі жүзеге асырылып жатыр. Жезді өңірде Сарыарқа адалдық алаңы бағдарламасы шеңберінде шаралар ұтымды ұйымдастырылды. Ұлт саулығы басты назарда. 1 қыркүйектен бастап аймағымызда пилоттық жоба іске қосылады. Биыл Қарағанды қаласында 2000-нан астам қылмыстық құқық бұзушылық фактісі анықталған. Заңға қайшы әрекеттердегі тосқауыл қою мақсатында Кеншілер шаһарында қауіпсіз аула атты жедел алдын алу профилактикалық шарасы өтуде. Ауқымды акциясында атқарылған істерді тілшіміз баяндайды. Қарағандыда тамыз айының 5 мен 11 аралығында қауіпсіз аула жедел профилактикалық шарасы басталған. Акцияның негізгі мақсаты заң бұзушылықтың жолын кесу мен қылмыстың алдын алу. Бір ғана мысал, биыл облыс орталығында 2437 қылмыстық факт орын алған. Соның ішінде 961 заң бұзушылық қала көшелерінде жасалған. Постоянно должна быть чистота, порядок. Ауқымды акция аясында полиция қызметкерлері қылмыстың ізін суытпай ашумен ғана шектелмей, қоғамдық тәртіпті қатаң қадағалауда. Сонымен қатар жеке құрам іздестіруде және жасырынып жүрген адамдардың орындарын жедел анықтайды. Ал Қарағандыда осы жылы отбасылық тұрмыстық тұрғыдағы заң бұзушылықтар күрт көбейген. Основными задачами профилактического мероприятия. Тұрмыс жедел алдын алу іс-шараларының басты міндеттері құқық бұзушылық пен қылмыстың жолын кесу, сондай-ақ аса ауыр қылмыстарға кесек көлденең тұру болып табылады. Олар профилактикалық есепте тұрған адамдардың тұрғылықты жерін, маскүнемдер мен тұрмысы нашар отбасылардың ата-аналары есепке алу санаттары бойынша қадағалайды. Бұдан бөлек шаһарда тұрмыс атты республикалық алдын алу іс-шарасы жалғасын табуда. Аталған акциясында полицейлер әлеуметтік жағдайы төмен және қаңғыбастар туралдайтын орындарға тексеріс жүргізеді. Айта кетейік, профилактикалық шара тамыздың 13-не дейін өтеді. Жанбота Рахметуллаұлы, Аман Жоллы, Сарыарқа телеарнасы. Жезқазған қаласының әкімі Қайрат Бегімов енді әр сәрсенбі сайын қала тұрғындарын еш кедергісіз қабылдайтын болады. Сарыарқа адалдық алаңы бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шара әкімдік ғимаратында өтеді. Қабылдауға барлық басқарма басшылары қатысады. Осылайша тұрғындарды алаңдатқан мәселені дереу арада шешуге ықпал етпек. Алғашқы отырысқа Теректі ауылынан бір топ ата-ана келіп, апатты жағдайда тұрған мектеп мәселесін шешуді сұрады. Әкімдік мамандары келер жылы онда 80 орындық мектеп құрылысы басталатынын айтты. Алайда ата-аналар мектеп салынғанға дейінгі бір жылда балаларының интернатқа барып оқуына қарсы. Оның үстіне ауылдық мектептегі мұғалімдер жұмыссыз қалуы мүмкін деп алаңдайды. Келесі жылға біз қаражат 80 орындық адам мектепті келесі жыл бастаймыз. Қаражатты бөлеміз. Балаларды пятницадан алып кетеміз. Демалыс күні Қарағандыға алып кетеміз. Интернат болады. Тамақ үйге бүкіл оны жасатамыз. Бірінші қыркүйектен бастап Қарағанды облысында пилоттық жүйе жүзеге асатын болады. Енді міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне әр тұрғын кіре алады. Бұл өз кезегінде жұртшылықтың медициналық қызметті тегін алуына қамтамасыз етпек. Сонымен келесі айдан бастап қандай санаттағы адамдар мемлекеттің қолдауына ие болады. Және медициналық сақтандыру қорына жұмыс беру үшін жұмыскерлер еңбек ақысының қанша пайызын төлеу керек. Толығырақ тақырыпты әріптесім Айман Сағатайқызы сабақтайды. 2017 жылдан бастап елімізде медициналық сақтандыру қоры ашылған болатын. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пилоттық жүйесі Қарағанды облысында республика бойынша бірінші болып енгізіледі. Себебі медицина саласындағы біздің цифрландыру жүйесі 100% өткен дейді мамандар. На сегодняшний день Карагандинская область. Бүгінгі таңда Қарағанды облысы цифрализацияға толық дайын. 2014 жылдан бастап біз бұл жұмысты қолға алдық. Ақпараттық жүйе қағаздық жұмыстан арылуға мүмкіндік береді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 15 санаттағы тұрғындарға тегін медициналық қызметкерлерді алуға мүмкіндік береді. Оның ішінде балалар, көп балалы аналар, мүгедек жандар, зейнеткерлер, аз қамтылған отбасы секілді тағы да санаттағылар жатады. Бұларға мемлекет өзі қолдау көрсетіп, тегін қызметкерді алуға кепілдік береді. Жаңа 15 санатты адамдарға үкімет өзі төлейді. Сол санатқа кіреді ме екен, соны бір тексеріп шу керек. Мүгедек болса, зейнеткер болса, көп балалы ана болса,
және 3 жасқа жетпей баламен үйде жұмыссыз отыратын болса, ана немесе әке, соларға үкімет төлейді. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылған жандар мамандандырылған және технологиялық медициналық көмек алады. Оның ішінде профилактика, диагностика, арнайы және күрделі техниканы талап ететін науқастарды емдеу кіреді. Қарапайым тілімен айтқанда ультрадыбыстық зерттеу, томография секілді қызметтер тегін көрсетілетін болады. Оның есесінде тұрғындар 1 қыркүйекке дейін бекітілген емханалардан статустарын белгілеулері қажет. Әркім өзі емханаға тіркелді екен, соны белгілеу керек. Осыны өз тұратын жеріне байланысты емханаға барып, өзінің тіркелгенін тексеру керек. Ал енді ешқандай санатқа жатпайтын де болса, жұмыс істемейтін де болса, онда жаңағы жұмыспен қамтамасыз ету орталыққа бару керек, және сөйтіп өзінің страховкасын төлейтін жағдайды шешіп алу керек. Аталған жиын насихаттау барысында Теміртау қаласындағы тұңғыш президенттің мұражайында халыққа насихаттау жұмысы жүргізілді. Халықтың міндеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысты өз айтар ойлары бар. Негізі бұл керек. Әркім өз денсаулығына жауапты қарайды. Ол ақшасын төлеп отырғаннан кейін сол ақшасына сәйкес адам жаңағы медициналық көмек алады. Бұл басқа елдерде де баяғыдан жүріп жатқан нәрсе. Қазір қан тапсырасың ақылы. Басқа нәрсесін бәрінеге аппарат анамын бәрі ақылы қазір қарап отырсың. Енді оның бәрі жаңағы 2020 жылдан бастап әгінде жеңілдікпенен көлетін болса, үкімет көтеретін болса, көп жеңілдік қой. Жүйеде сақтандырылмаған тұрғындар мемлекеттің кепілдік көмегіне жүгіне алады, яғни жедел жәрдем, санитарлық авиация, профилактикалық вакцинация, әлеуметтік маңызды ауруларға көмек көрсетеді. Сондықтан облыстық денсаулық сақтау басқармасы әр тұрғынды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне ену үшін тұрғылықты емханаға баруға шақырады. Аймас Ағытай, Ардақ Кекенова, Сарыарқа телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар ағыны осындай. Телегөрермендер тікелей эфирде тек жылы жүзбен жүздесіп, жағымды жаңалықтармен жолығуға жазсын.